Армысыздар, ардақты ағайын. Студияда ел алдында бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың басты тақырыбы облыс спортының дамуы туралы болмақ. Хабарға Батыс Қазақстан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Қаймен Есенаманұлы Есендеров қатысып отыр. Тақырыпқа сұрақтарыңыз болса, әдеттегідей 2858 телефонына және 8700-02858 WhatsApp желісіне сұрақтарыңыз жіберулеріңізге болады. Студиямызға қош келдіңіз. Енді өткен жылы 101 мыңнан астам адамның қатысуымен 2000 жарымдай спорттық шара өтіпті. Оның сыртында әртүрлі спорт түрлерінен 17 Қазақстан чемпионаты өткен екен. Облыс халқының 35% спортпен жүйелі түрде шұғылданады деген нақты ақпараттарыңыз бар. Өткен жылы осыған қарап отырсақ, өңір спортшысы үшін, жалпы өңір спортының дамуы үшін бір ерекше, жеңісті жыл болған секілді. Жылды қалай қорытындыладыңыздар? Қандай жетістіктер болды, айтып отырсаңыз? Рахмет сұрағыңызға. Енді біріншіден еліміздегі жарияланған төтенше жағдайға байланысты жаңағы кейбір жанұяларда болып жатқан қайғылы жағдайға қайғырып көңіл айтамыз барлық спортшылар атынан. Енді мына жаңағы өзіңіз айтып кеткен сұрағыңызда өткен 2021 жыл біздің Батыс Қазақстан облысы үшін, соның ішінде осы Батыс Қазақстан облысының спорт үшін үлкен бір жетістіктер жылы деп айтуға болады. Бұл жолы жаңағы мына карантиннен кейін ба, пандемиядан кейін ба, кішкене тұрып қалғаннан кейін 2020 жылда, 2021 жыл біздің спортшылар барынша өздерінің кәдімгі дайындықтарын өте жоғары деңгейде көрсетті десе болады. Дайындалуға мүмкіндіктері болды ғой? Иә, әрине, сол мына жаңағы айтып отырмын ғой, пандемия кезінде, карантин кезінде бір жағынан аздап болса да пайдасы болған шығар мүмкін. Жаңағы үйлерінде жаттықты кейбір балалар жаңағы спорт залдар жабық болғаннан кейін. Сол жаңағы мен ойлаймын, басқа облыстың балаларына қарағанда біздің балалар енді тиянақты, жақсырақ, көбірек дайындалған шығар. Оның жаңағы мына нәтиженің өзі көрсетеді. Бұрын соңды болмаған, биыл 2021-де өткен жылы 1076 медаль алыппыз. Бұрын мыңға да жетпей жүретін еді. Биыл сол медаль көп бір жағынан. Екіншіден жаңағы әртүрлі жас ерекшеліктеріне байланысты 14 әлем чемпионы Батыс Қазақстан облысынан шықты. Ол да бір үлкен жетістік. Жаңағы жас балалар, жасөспірімдер арасында, жаңағы ересектер арасында спорттың түр-түрінен осы 14 әлем чемпионы болды. Осының бәрі де біздің Батыс Қазақстан облысының жалпы спортының дамуының ең айрықша бір нәтижесі деп қуанып айта аламыз. Төгілген тердің нәтижесі көрінді дейсіз. Жалпы сыртқа шығуға, шетелдерге шығуға мүмкіндіктер болды ғой, жарыстарға баруға, әртүрлі? Иә, әрине, 21 кішкене 20 жылға қарағанда кейбір карантиндік шаралар ашылып, балалардың жаңағы спортшылардың шетелге шығып жаттығуына, шетелде өздерінің өнерін көрсетуіне мол мүмкіндік болды. Бірақ әрине, кейбір өзінің қиындықтары да болды. Кейбір кездері жаңағы жарыстар басқа уақытқа шегерілді, балалар дайындалып отқан балалар. Жаңа айта кетсек, олимпиаданың өзі де шегерілді ғой. Сол сияқты олимпиада жыл болғаннан кейін, бір жағынан ойлаймын, олимпиадалық жыл болғаннан кейін де жаңа біздің балалардың, жалпы спортшылардың көңіл күйі жақсы болды ма, дайындық жақсы болды ма. Енді әрине, біріншіден ол жаңа спортшы мен жаттықтырушының еңбек төккен тері екеуінің сол төккен тердің қайтқаны деп айта аламыз. Неге десеңіз, жаңа айтып отырмын ғой, 14 әлем чемпионын ол кез келген облыста былай қарасаңыз беріп жатқан жоқ. Ең бірінші алғысымызды сол мына біздің жаттықтырушылар мен жаңағы балаларымызға, спортшыларымызға айтамыз. Жақсы, енді желіде хабарымыз басталмай жатып, сұрақ қойғысы келіп жатқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Сұрағыңызды тездетіп қойсаңыз. Тыңдап отырмыз. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сұрағыңызды. Мен енді біріншіден кеш жарық деп айтқым келеді. Оралдың мынау спорт мәселесінде көптеген жетістіктерге жетіп жатқандарына көздеріміз жетіп жатыр. Иә, оған қуаныштымыз. Енді бір проблема мынау Ақжайық стадионы бар ғой бізде. Соған бір таңертеңмен сағат 6-тан кете осы қаланың тұрғындары үлкен 95-те, кішісі 60-та бір 25-30 шақты кіші жиналып күнде сол денсаулығымызды түзеуге себеп болсын деп соған барамыз. Ал енді мынау соңғы кезде мынау қар жауғаннан бері қарата сол стадионға кіре алмай жүрміз. Себебі стадионның іші белуардан қар, тазартатын техникамыз жоқ дейді, тағы бірдеме дейді. Менімше осы сол стадионның басшысына
шынымды айтсам менің көңілім толмайды. Жақсы, сұрағыңыз түсінікті деп ойлаймын. Енді жаңа айтып жатырғандай, жалпы осындай қарапайым халық үшін, қалың бұқара үшін көптеп жұмсалған қаржының көңілді марқайтатын бір сондай қаржыны ақтайтындай қандай маңызды деген үлкен іс-шаралар өтті. Халық үшін жасалып жатырған жұмыстар туралы айтып отырсақ. Жақсы, жаңағы қойған сұраққа жауап берейін. Біріншіден, бұл жаңағы Ақжайық стадионы қазір біздің құзырымызда емес, оны жаңағы сенімгерлік басқаруға жаңағы Ақжайық клубына берілген. Бірақ мен қазір осы студиядан шыққаннан кейін ертең хабарласып, жаңа стадионның жағдайын біліп, мүмкіндігінше сіздер жаңа кіргізуге, көмектесуге тырысамын. Жаңа қар енді жинау мәселесі өзіңіз білесіз, қай жерде де сонда техника жағынан тұрып қалып жатырмыз, үлгере алмай жатырмыз. Ол жағынан әрине кешірім сұраймыз. Екіншіден, ол стадион жаңа айтып отырмын ғой, сенімгерлік басқаруға бергеннен кейін жекеге уақытша. Біз жаңағы кейбір уақыттарда құзырымыз жүрмейді. Сондықтан да екінші стадион, Атаян стадионында да мүмкіндіктеріңіз болса, сол жерге келуіңізге де болады, сол стадионға да. Соған шақырар едім. Енді жаңа мына бұқаралық іс-шара деп айтып отырсыз. Жалпы енді осы спорттың негізі, осы үлкен спортқа шығу барлығы осы бұқаралық спорттан басталады. Ол жаңағы жасына қарамай, кіші демей, үлкен демей бұқаралық спортпен жалпы жаңағы былай қарасаңыз шетелдерде кез келген адам жасына қарамай кез келген спорт түрімен жаттыға алады. Бізде соған қазір мына соңғы кезде өздеріңіз көріп жатсыздар, біздің облыс орталықтарында, аудан орталықтарында да жаңағы осы спортты дамытуға жағдай жасалып жатыр. Кешендер салынып жатыр, жабығы бар, ашығы бар. Сонымен бұқаралық спортты қазір Батыс Қазақстан облысында өсу деңгейі осы 2020 жылы жалпы жаңағы халықтың 29-да 8% болса, қазір осы 2021 жылы 31-де 8% болса, 20 жылы, қазір 21 жылы 35%-ға жеткіздік. Өзіңіз көріп жатқандай, қазір мына көптеген жаңағы жобалар шығып жатыр, аула фит дейміз, жаңағы әрбір қаладағы аула, жаңағы аулалардың ішінде халық демалатын орындардың өзінде де жаңағы мүмкіндігімізше қолымыздан келгенше жаңағы нұсқаушылар тартып, әдіскерлер тартып, сол жерде жұмасына 2-3 рет болса да таңғы кеште жаңағы жаттығулар жасап, қазір мына ковид деп жатырмыз ғой, ауру, соған қарсы тұратындай жаңағы жаттығулар жасатып жатырмыз. Сондықтан да халық шынын айту керек, бұрынға қарағанда көбірек спортқа көңіл бөле бастады. Жаңағы жасы бар, кәрісі бар, ата әжелеріміз бар, немерені алып кешке қарай шығып жаттығу жасайды, бір 20 минут, жарты сағат. Сондықтан біз қазір 35%-ға жетіп отырмыз. Енді алдағы уақытта бұл жұмыс тоқтамайды, қарқынды жүру керек. Оған тек қана біз мына спорт басқармасы, спорт мектептері емес, жалпы халық атсалысуымыз керек. Бір-бірімізді жаңа шақырып спортқа. Сонда ғана біз осы біздің ұлтымыздың, халқымыздың денсаулығын нығайта аламыз. Тек қана біз спорт басқармасы болып, спортшылар болып, тек спортпен айналысатын болсақ, ол жаңа қарай онда бұқаралық халыққа спортқа көп көңіл бөлінбей қалады. Адамның өмір жасын ұлғайту үшін, салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін көбіне дене шынықтырумен айналысудың қажеттілігін уақыттың өзінде көрсетіп отыр ғой. Дұрыс айтасыз. Енді өткен жылды қорытындылағанда сіздер үздік деп арнайы жаңағы есімдерді ерекше атап, үздік деп ұйымдарды ат беріп, аталымдар бойынша марапаттадыңыздар. Үздік спорттық ұйым, үздік бапкер, үздік спортшы деген аталымдар болды. Жалпы бұлар үміт пен сенімді ақтағандар ма, әлде керісінше бір үміт пен сенім бар адамдарға берілген аталымдар ма? Қалай жалпы? Бұл марапат біздің мына спорт басқармасының ұжымы, біздің өзіміздің жаңағы кеңесіміз бар, сонда ақылдасып, бұрын соңды бұндай жаңағы номинациялар болмаған. Сол биыл өзіміз қолдарымыздан келгенше демеушілердің көмегімен азын-шоғын болса да қаражат бөліп осы жаңағы 10 номинация шығардық. Ынталандыру сыйлықтарымен үздік спортшыдан бастап, үздік жаңағы мекеме, үздік спорт мектебі деп, жаңағы спорт үздік бұқаралық спортты дамытып жатқан ұйым деп сондай номинация биыл жасадық. Неге десеңіз, бұл жаңа айтып отырмын ғой, жалпы жылда жаңа өзінің нәтижесін көрсеткен спортшылар, жаттықтырушылар, қызметкерлер, спорт қызметкерлері өздерінің жаңағы марапаттарын алады. Алғыс хаттарын облыс әкімінің орынбасарынан,
министрліктен, спорт комитетінен, біздің ол спорт басқармасынан марапаттарын алады. Жылда алынатын марапат ол жаңағы спорт күніне, жылдың аяғына, наурызға берілетін марапаттар 3-4 айда жаңағы беріліп тұрады. Биылғы жаңағы 10 марапаттың орны ерекшелігі жаңағы жыл серпілісі деп айтып жатырмыз. Бұрын соңды болмаған, мысалға кешегі 11 жастағы баламыз әлемді мойындатып жаңа спорт акробатикадан Қабдолов Ислам деген баламыз бір сенсация жасады десек те болады. Өзінен үлкен балалардың арасынан әлем чемпионы болды. Сол айтқандай жаңағы 19 жасар біздің жергілікті боксшы баламыз Даниэл Сәбит деген болашағынан зор үміт күттіретін сондай спортшылар. жаңағы ынталандыру сыйлығын сыйлығын беріп, жаңағы ары қарай мына үлгі болсын басқа спортшыларға деп. Және мына спорт мектептерін, спорт ұжымдары соның бәрін қосып, осы биыл бір кішкене жылдардан ерекшелеу болсын, жаңағы халқымызды мына спортқа кішкене көбірек тартайық, қызықтырайық деген мақсатта биыл сондай номинациялар жасап табыстадық. Жақсы, рахмет. Желіде тағы да сұрақ қойғысы келіп отырған көрермен бар екен. Тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе, сұрағыңызды қойсаңыз. Сәлеметсіз бе, Қаймен Есен Аманович. Менің мындай сұрағым бар сізге да. Менің қызым мына еркін күреске қатысады. Әйелдер арасындағы жасы 11-де Атаянға барады. Старший тренерлары Қазбенов Артур, сосын Жұмағалиев Нұрлыбек, тренерлары өте керемет кісілер. Бізде мынандай ата-аналармен бір немен келіспейміз. Мына қызым деген өзі деген ынтасы деген барғысы келеді. Маған айтады, мама мен деген, почему бізде деген жарыстар болмайды осы күні? Почему біздер деген ана неге шықпаймыз дейді. Сборға бармаймыз дейді совсем. Азайып кетті. Осы жылы мына өткен жылы өтіп кетті, 21-ші жылы біздер деген неге аз болып кетті деп. Бірақ басқа облыстарға қарағанда, мына Ақтөбе облысы, Маңғыстау облысы, Атырау облысы постоянно жарыстарға барады. Постоянно жарыстарға барады, а біздің Орал қаласы қалып қояды. Неге солай екен? Баланың деген желаниясы кетіп қалады ғой ертең. Өзі 11 жаста, қазір менің қызым 1 жыл жарым болып, жақсы жетістіктерге жетті. Қазір деген тренер айтып қояды, может, сен спортшкаға барасың, өзім жібергім келмейді пока что. 11 жаста болғасын. Ол қазір КМС беріп, оған присвоить етіп, жақсы тренерлар керемет етіп, тренировать етіп жатыр. Бірақ бізде вот сондай, почему жарыстарға вот көп бармайды біздің именно Орал қаласы. Жақсы, рахмет, түсінікті деп ойлаймын. Сұрағыңыз өте орынды. Ол жалпы осы мына тек еркін күрес қыздар арасындағы еркін күреске емес, жалпы біздің спортшыларға осы біздің Батыс Қазақстан бюджеттің жаңағы жетіңкіремейтіндігі. Ол барлығына енді тең бөліп беруге тырысып отырмыз осы жерде. Бірақ мына бюджет деген жылдың аяғында жаңағы қараша-желтоқсан айларында келесі жылға бекітіледі. Сол бекітілген жаңа қаражаттан біз асып кете алмаймыз. Неге десең, бұл жаңа айтып отырмын, мемлекеттің бөлінген қаржысы. Енді жаңа ары қарай қосымша қаржыландыру, ол жаңа біздің федерациялардан демеуші жерден көмек арқылы болады. Бірақ мен жаңа сіздің сұрағыңызды жазып алдым. Ары қарай биыл жаңа осы еркін күрестің, жалпы қыздар күресінің біздің Батыс Қазақстан облысында өздеріңіз көріп отырсыз, соңғы кезде осы соңғы 3-4 жылда болар мүмкін жақсы нәтижелер көріп, біздің Ларионова Катядан бастап кезінде олимпиадаға қатысқан, олимпиададан жүлдегер болып келген. Қазір Панасович, Баянова деген қыздарымыз бар. Солардың енді ары қарай жалғастырады деп сенім артам. Қаражат жағынан енді мүмкіндігінше енді көмектесуге тырысамыз. Жақсы, тағы да сұрақтар бар екен, оқи кетейін. Жалпы спортта екі маңызды бағыт, бұл жоғары жетістіктер спорт және бұқаралық спорт болып есептелетін білеміз. Сіздің ойыңызша, Қаймен аға, айтсаңыз, қалай ойлайсыз? Спорттық менеджментке көңіл бөлу қажет пе? Жалпы спорт саласын ұйымдастыру жұмысы бойынша дербес спорт министрлігін құру қажеттілігі қаншалықты дұрыс дейді? Бұл жаңағы спортты дамытудағы ең бір маңызды жаңа дұрыс сұрақ деп ойлаймын. Спорт менеджменті ол әрине керек. Қазір мына өздеріңіз көріп отырсыздар, мына технология жаңа заманы, цифровизация заманы қазіргі уақытта спортты бұқаралық спортпен жоғары спорт жетістіктер деп айтып отырмыз ғой. Олар қатар дамыту үшін бізге шынымен де спорт менеджменті өте қажет. Бірақ өкінішке орай, әрине қазір Қазақстанда
кейбір ақсап тұрған жерлеріміз бар, үлгере алмай жатқан жерлеріміз бар. Мына қазір заман талабына сай өте жылдам, қарқынды дамуда. Мына технология, жаңағы айтып отырмыз, цифровизацияда біз шыны керек әлі мына спортты цифрландыра үлгере алмай жатырмыз. Қазақстан бойынша жалпы. Сондықтан да енді жаңа министрлікті бөлу, ол жеке бөлек министерство болу деген спорт енді ол біздің құзырымызда емес, әрине. Енді әрине біз спорт бөлек болған бізге жақсы болар еді. Спорт бөлек болған. Жақсы, рахмет. Тағы да сұрақ қойғысы келіп отқан көрерменге кезек берейік. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз. Тездетіп қысқа нұсқа қойсақ сұрағымызды. Тыңдап отырмыз. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Тыңдап отырмыз. Өзімді таныстырып кетейін, Өмірәлі Борын Ысқатұлы боламын, 1989 жылғы. Батыс Қазақстан облысында дүниеге парасаңғыға қатысып, Оралда парасаңғы тем. Паралимпийспін. Мен сұрақ қойын деген, мына Оралда бізде спорт болмайды. Мүмкіндігі шектеулі жандарға спорт деп бізде бәрі сыртқа тақады. Бірақ бізде единственный мен жалғыз өзім өзімсің бір боп апера алмайды ғой, единственный инвентар боп. Байланыс өте нашар екен, сіз түсінген боларсыз. Тағы осындай сұрақтар келіп жатыр. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға қашан бір дұрыс арнайы спорт зал салынады, біздер өйстіп жүре береміз бе, кішкене көңіл бөлсеңіздер деген жалпы мүмкіндігі шектеулі азаматтардан сұрақ бар. Бұл өте күрделі, шыны керек, өзекті сұрақ. Шын айтуымыз керек, мүмкіндігі шектеулі жандарға осыған дейін мен былтыр осы 2 жыл бұрын осы жұмысқа тағайындалғанда мүмкіндігі шектеулі спортшылардың клубы Зенит зауытында болған. Анда жаңағы жылу жоқ, салқын жерде, қар, қысқа, оны енді басқа жерге ауыстырып барынша мүмкіндік жасадық. Бірақ ол әрине жеке меншік болғаннан кейін ол әркім өзінің пайда тапқысы келеді, оларды қыспаққа қалуы мүмкін кішкене. Бірақ алдағы уақытта мен ойлаймын енді осы мәселенің шешімін тапқан дұрыс дейсіз. Бөлек ғимарат сіздерге енді осы мүгедектерге жағдай жасауға енді қолымыздан келгенше енді осы сұраймыз. Мемлекеттен қаражат сұраймыз, жаңағыдай кешен салуға арнайы. Жақсы, түсінікті деп ойлаймын. Тағы да бір сұрақ. Спорт клубтарының жалақысы өте төменгі жалақы. Қызметкерлердің, дені жаттықтырушылардың мұғалім болып кетіп жатырғанын білеміз. Біздің жалақымыз көтеріле ме дейді? Жалпы енді біздің спортшылар шынды айту керек, шыдамды халықпыз ғой. Сол шыдамдылықтан да мүмкін осы жақсы нәтижеге жетіп жатқанымыз өте дұрыс сұрақ. Қаражат мәселесі, жалақы мәселесі, осыған дейін спортшыларымыз, біздің спорт қызметкерлері өте төмен жалақы алады. Сондықтан да шынын айтып отыр, бұл кісіде мұғалім болып кетеді көбі. Өйткені мұғалімдердің жалақысы жыл сайын көтеріліп жатыр. Қазір бірақ енді Кетірғанмен спортшылардың тарапынан осы ұсыныс пікірлеріңізді жоғары жаққа қалай естіртіп жатырсыздар? Әрине, жеткізіп жатырмыз. Қазір мына енді жаңадан кеше министр тағайындалды спорттың. Енді ойлаймыз, алдағы уақытта енді осы жалақы мәселесі ең бір өзекті мәселелердің бірі болып, біздің спортшылардың, спорт қызметкерлерінің жалақысы алдағы уақытта осы жақын күндерде көтеріледі деген сенімдеміз. Тағы бір сұрақ, Орал қаласында әлде спорт үйірмелер жетіспейді, балалардың бос уақытын өткізетін жерлер қажет, олар жаман жолдарға, теріс әрекеттерге түспеу үшін осындай спорт клубтары көптеп қажеттілігін айтқымыз келеді. Мектептің жанынан ашса болар еді. Біздің болашағымыз балалар ғой, солар үшін алаңдаймыз дейді. Жалпы қазіргі таңда тегін үйірмелер жұмыс жасап жатыр ғой. Кетірғанмен енді біздің ата-аналарымыз аздық етіп тұр дейді, бұған қатысты не айтасыз? Өкінішке орай, спорт басқа өңірлерге қарағанда біздің Батыс Қазақстан облысының жағына осы Орал қаласында спорт ғимараттары жетіспейді. Өте қиын. Барынша кейбір спорт ғимараттарымыз таңғы 7-тен кешкі 11-ге дейін бос емес балалардан. Соның енді мүмкіндігінше қазір мына облыстық білім басқармасымен бірігіп спорт осы Батыс Қазақстан облысы әкімінің Ғалия Нұржанұлының тапсырмасы бойынша осы былтырдан бері
білім беру мектептерінің, білім беру колледждердің спорт залдарын пайдаланып жатырмыз тегін балаларға. Мүмкіндігінше қазір сол өкінішке орай олар да енді өздерінің сабақтан бос кездерінде ғана бір белгілі қысқа соны алып жатырмыз, иә. мерзімде аз уақытқа береді. Жаңа тегін деп жатырмыз ғой, шыны керек балаларға енді спорт тегін болу керек қой. Соның өзінде де биыл мына былтырғы жылы жаңағы жан басына шаққандағы осы балаларға тегін спортпен айналысу қазір жобасы жүріп жатыр. Енді жаман бастама емес деп ойлаймыз. Қазір уақытта біздің сол жоба арқылы осы 7-8 айдың ішінде біздің Батыс Қазақстан облысында, Орал қаласында 5000 балаға жуық тегін жаттығып жатыр. Жақсы, енді ауыл тұрғындарының спорты, ауыл спорты жайында сұрайды. Жалпы ауылдың спорты қалай дамып жатыр дейтін Нұрлан Мейрамұлы деген облысымыздың тұрғыны. Ауыл спорты қазіргі уақытта мына соңғы осы 21 жылы Батыс Қазақстан облысының жаңағы әрбір ауданында жаңағы жабық спорт кешендерін ашып жатырмыз. Өздеріңіз теледидардан да ақпарат құралдарынан көріп жатсыздар. Күніге өткен жылы жаңағы Жәнібек ауданында, Шыңғырлау ауданында, біздің мына Теректі ауданының Подсепный ауылында жабық ғимараттар аштық. Жаңағы ФОК дейміз, спорттық кешен. Енді алдағы жылы осы бірінші жартыжылдықта деп ойлаймыз. Жаңағы Ақжайық ауданының орталығы Чапай ауылында және Казталовка ауданында және Тасқала ауданында, осы 3 ауданда спорттық кешен салынып бітеді деп күтіп отырмыз. Сонда барлық аудандарда спорттық кешен ашылады. Енді 22 жылдың жоспарында ауылдық округтерді кеше өздеріңіз көрдіңіздер, мына президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзінің тапсырмасында әрбір аудандарда, әрбір ауылдарда спорт кешендер салынсын деген. Енді жаңа айтып отырмыз, ауылдың спорттық округтерінде көп жерлерде ашық алаңқайлар бар салынған, енді жабық жоқ. Бірақ сол биыл алдағы осы жылдың еншісінде, осы жылдың 22 жылы біздің Дариян ауылында, жаңа ауылдық округінде және Бұлдырты ауылдық округінде осы жаңа спорттық кешен салынады деп, Тайпақ ауылында кешіресіздер. Жоспарлап отырмыз, алдағы жылы оларды ашылады деп, және ары қарай енді ауылдық округтерде сондай спорт кешендер ашылса жақсы болар еді. Жақсы, енді тағы бір сұрақ. Қазіргі таңда спорттық категориялар мен разрядтарды алған жастардың саны тым көбейіп кеткен сияқты. Бұрынғы замандарда разряд алу еңбектің, жетістіктің арқасы болатын. Қалай ойлайсыз, саны артып, сапасы түсіп кетіп жатқан жоқ па дейді? Бұл да өте орынды сұрақ. Қазіргі уақытта мына спорттың түрі көбейіп кетті, шын айту керек. Бұрын бір кездерде жаңа 50-60 спорт түрі болса, қазір біздің тек қана Батыс Қазақстан облысының өзінде 90-ға жуық спорт түрі бар. Жаңағы сондықтан да енді әрбір спорт түрінің өзінің жаңағы талаптары бар. Разряд орындайтын, оны жаңа біздің министрлік бекітеді. Сол талапты орындағаннан кейін біз оларға жаңа разрядты бермеуге жаңағы болмайды. Сондықтан да мүмкін кейбір жерлерде, кейбір спорт түрлерінде командалық есептен берілетіндер де болады ғой? Әрине. Соның әсерінен может көбейіп кетіп жатқан шығар мүмкін. Енді тағы да көрермендердің сұрақтары көбіне бір тақылеттес. Енді Шыңғырлау ауданының Ақбұлақ ауылдық округінің спортының әдіскері Меңдалиев Мейірман да сұрақ қойыпты. Жаңа бұқаралық спорттың дамуы туралы айтқаныңызға келісемін. Бізде қысқы кезде спортпен айналысатын спорт залының жоқтығы қатты проблема дейді ауылымыздың. Мәдениет үйінің ашылуына байланысты содан бір бөлме сұрап отырмыз. Ауыл халқының спорттан жетістігі жетерлік қой дейді. Жалпы ауылдық жерлерде болашақта өзіңіз айтып отырғандай жабық спорт кешендерін салу кезең-кезеңмен болса да жүзеге асса деген жалпы жұртшылықтың тілегі бар екен. Бұған қатысты енді биылғы жылды жоспар бойынша жалпы қандай үлкен ірі халықаралық республикалық маңызы бар шаралар өтеді, қандай спорт кешендері жаңағы ауыл аймақтарда спорт алаңдар салынады, қысқаша жоспар туралы айта кетсек. Енді мына былтыр жаңағы календарлық жоспарға байланысты біздің министрлік бекітеді, әрбір облыстарда қандай үлкен іс-шаралар өтетін. Өздеріңіз көрдіңіздер, былтырғы жылы біздің Батыс Қазақстан облысында ең үлкен спорт шаралардың бірі өтті. Ол Батыс Қазақстан облысында, Орал қаласында Қазақстан Республикасының чемпионаты дзюдодан, бокстан, каратеден үлкен чемпионаттар өтті. Ол бұрын соңды бізде бокс өтпеген, үлкен іс-шара. Енді 22 жылда біздің іс-шараларымыз өте көп
қарасаңыз, оның жаңағы республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде, оны мына жерден бәрін тізіп айтып отырып қажет жоқ шығар. Жалпы бөлініп жатырған қаржы көлемі, сұрап отырған бюджет қаржысы жеткілікті ме? Әрине, ол жаңағы жыл сайын бәрі артып келе жатыр ма? Қымбаттап жатыр. Екінші жағынан бала саны көбейіп жатыр. Жаңағы сондықтан да ол қаржы жетіңкіремейді әрине. Жақсы, желіде тағы да сұрақ қойғысы өткен көрерменіміз бар. Тыңдап отырмыз, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз, тездетіп қойсаңыз. Тыңдап отырсаң, ана 4-5 жасар балдарды гимнастикаға қайда апаруға болады? 4-5 жасар. Гимнастикаға қайда апаруға болады дейді. Қазір мына гимнастика біздің балалар жасөспірімдер спорт мектебі бар. Екінші мына осы қазіргі мына айтып кетейік, бұрынғы юбилейный остановкасы бар. Сол остановкада ар жағында жаңағы біздің спорт мектебіміз бар, спорт залымыз бар. Сол жерге апаруға болады. Екінші жаңағы мына жаңағы балалардың сарайы бар, балалар сарайы дейміз. Оқушылар сарайы, Елеусенов атындағы жаңағы бокс залы бар. Соның ішінде гимнастикамен айналысатын барлық спорт түрі сонда. Екі жерге апаруға болады. Волейбол секциясын орталық жерлерде ақылы түрде ашылса екен. Қазір біздің жасымыз 50-60 шамасында, ақылы болса да қатысар едік дейді. Жалпы волейболға құмар адамдар көп қой енді. Ақылы түрде болса ашылса екен деген тілек білдіріпті. Ол енді өте құптарлық жайт. Әрине, мынандай үлкен жасқа келіп, осылай спортпен айналысамыз деп бастап жатқан ол қаперімізге аламыз, қолымыздан келгенше. Сондай азаматтардың бірі Зачаганск кентіндегі спорт кешеніне қарапайым халықтың спортпен шұғылдануына мүмкіндік туа ма? Біз Бірлік көшесінің 7-ші үйдің тұрғындары Сарыат тас жолының бойында орналасқан спортпен айналысқымыз келеді дейді. Қазіргі уақытта мына Зашаған кентінде осы былтырғы уақытта қараша айында жаңағы үлкен біздің спорттық кешен ашылды. Сол жерде жаңағы Сарыат көшесінің бойында тұр, біздің облыстық балалар жасөспірімдер спорт мектебі. Анда жаңағы волейбол үйірмесі бар, бокс бар, және басқа да жаңағы спорт түрлері бар. Екінші, сол жаңағы спорт кешенге қарсы жолдың арғы бетінде жаңағы жекпе-жек біздің спорт сарайымыз тұр. Онда 8 спорттың түрі бар. Сол екі жерге барып жолығып қатысуға болады. Тағы да Паралимпиада федерациясы түрінен әлеуметтік конкурс болады ма? Паралимпиада федерацияға қандай көмек болады ақшамен жарыстарға дейді? Құрылтайшылармен қашан кездесе аламыз дейді, кездесуге бола ма дейді? Бізде Батыс Қазақстан облысында, Орал қаласында мүгедектер клубы бар. Осы спортшыларының, ол спортшы жаңағы біздің басшысы Нұрмұханов Әскербек деген азамат директоры. Ертең барып, сол кісіге жолығып, болмаса менің қабылдауыма келіп, жазылып, жаңағы сұрақтарыңызды қойып, ары қарай шешуге болады. Көмектесуге біз бар мүмкіндік жасаймыз. Енді өзіңіз биылғы жылдың басында өзіңіз бас болып өткізген жаңа жылда балаға шаңғы мен коньки сыйлайық деген акцияны өткіздіңіз ғой. Жалпы көздеген мақсаты қандай? Ауыл аймақта да қазір байқаймыз, әлеуметтік желіден жалпы жаңалықтардан шаңғы ұстаған адамдар, коньки теуіп жүрген балалардың саны артып келе жатыр. Осы акцияның көздеген мақсаты қысқа-нұсқа? Жаңа бұл қыс мезгілі болғаннан кейін біздің Батыс Қазақстан облысының жаңа табиғаты өте керемет. Қыста қарымыз бар, сондықтан да соны зая жібермей пайдаланайық деген мақсатта жаңағы көп балалардың мүмкіндігі болмайды ғой, коньки шаңғы алуға жағдайы жетпейді. Сондықтан да барлық осы халықты сондай үндеу жасап шақырып бастағанбыз. Бір 2 жетінің ішінде 140-150 балаға жаңа коньки шаңғы сыйланды. Оған тек қана жаңағы бизнесмен демеушілер емес, жалпы ауыл адамдары да, ауылдық әкімдіктер, аудан әкімдіктері қолдап өздері ара жалғастырып кетті. Сол қолдағандарыңызға, барлықтарыңызға алғыс білдіремін. Рахметімді айтамын. Өкінішке орай енді Қаймен Есен Аманұлы, біздің уақытымыз аяқталып қалыпты. Сондықтан енді бүгін біздің және мынау көптеген көрермендеріміздің нақты сұрақтарына жауап бергеніңіз үшін алғысымызды айтамыз. Алдағы осы биылғы 2002 жылда, 22 жылымызда осы табысты, нәтижелі, үлкен жетістіктер жылы болсын деген тілекпен бүгінгі сұхбатымызды аяқтасақ дейміз. Рахмет сізге.
Құрметті көрермендер, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.